сәлем, қалайсың? Жақсы. Сен өткенде өзің айттың, мен детдомда өскенмін, мен тұрмысқа шықтым, мен ажырасып кеттім, 5 баламен қазір далада қалдым деп айттың да. Сен бір сөзінде айттың, мен жалпы компьютермен жұмыс жасаймын деп. Білесің бе? Мен сол компьютермен жұмыс жасаған кезде, жаңағыдай компьютерімді сатып жіберуге мәжбүр болдым, ақша керек болды. Қазір жұмыссыз қалдым деп та. Сен жалпы компьютермен не істейсің? Мен сол кезде сенен дұрыс сұрамаппын. Әртүрлі зат. Декретмен миллионға деген. Егор сол бе. Егор судебный кабинет. Прописка отырғызу, прописканы шығару, анау әртүрлі. Соны жалпы сен кеше тие кетіп кеткен кезде бізде арнайы харекет қорында компаниялар бар. Кеше 10 компьютер берген, соның біреуін саған табыстағымыз келіп отыр. Мына бізде компьютер жаңадан осындай клавиатурасы, мышкасы, мониторы, процессоры бұйырса Алла қаласа осы компьютердің көмегімен жұмыс жасап, осы 5 баласын асырап, үй алуды Алла тағала нәсіп етсін деп шын жүректен тілейміз. Қосылып жатыр. Жадыры, оқышиш? Не жазылып тұр мына жақта? 219 баспана. Саған бұйырды харекет қорынан. Харекет қорының 1219 баспана саған бұйырды. Құтты болсын, сені осылай алдадық енді, ренжіме. Компьютерден бөлек баспаналы болдым. Баспананы көргім кетіп тұр ма? Харекет қорына халыққа рахмет. Негізі алданбайтын едім. Бірінші рет алданып. Жаман алдандың ба? You somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. Ал оқырман, осы 5 баланы, жадыраны, баршаңыз қолдап, жақсы тілектеріңізді жаза кетіңіздер комментарияға. Лайк басыңыздар, репост жасаңыздар. Харекет қорына тіркелуді ұмытпаңыздар.